Ассалаумағалейкум достар, бүгін бір керемет тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Аптамызды қалай қорытындылаймыз, қалай анализ жасаймыз және келесі аптаға қалай дұрыс жоспар құрамыз. Осы жайында өзімнің тәжірибеммен сіздермен бөліскім келіп тұр. Бүгін біз аптаға анализ жасау не үшін керек, оның маңыздылығы неде, сосын жалпы мен өзім аптамды қалай қорытындылаймын, оған қандай баға беремін, қандай KPI қолданамын, және келесі аптамды қалай жоспарлаймын, осы жайлы айтып кететін болам. Және видеоның соңында тағы бір көмекші құрал туралы айтам. Осы апталық мақсаттарымызға қол жеткізуге көмектесетін және бір қызық рубриканы енгізейін деп тұрмын. Видеоның соңында мен блиц сұрақтарға жауап беретін боламын. Яғни топ 10 жиі қойылатын сұрақтарға жауап беремін, Алла қаласа. Мен өз мақсаттарымды негізі 12 недель в году деген кітапты оқығаннан кейін бір жылға емес 90 күнге, яғни 90-дық мақсаттар қоятын болдым. Мысалы, қазіргі мақсаттарым 1 сәуірге дейін қойылған. Ол қалай, несімен тиімді, несімен жақсы біздерге? Біріншіден, біз бір жылға мақсат қойған кезде оны ми тым алыс болғандықтан қиын қабылдайды. Бізге өткен видеода айтқанымдай миға барынша жеңілдету керек. 90 күнге мақсат қойған кезде ол анық қандай екені көз алдымызда көрініп тұрады. Және бір жыл болғаннан кейін біз миымыз әлі ұзақ екен деп қабылдап, оны кейінге қалдыра беру мүмкін. Яғни прокрастинацияға жол ашылады да. Ал 90 күн деген ол қатты үлкен мерзім емес. Бір жылға біз мақсат қойған кезде ол кейбір кезде өзгеріп кетуі мүмкін, приоритеттеріміз, қызығушылықтарымыз өзгеру мүмкін. Ал 90 күн ішінде біз әдетте көзге көрінетін жақын жердегі бір мақсаттарды қоямыз және сода тұрақтылық танытамыз көп жағдайда. Және бір закон Паркинсона деген дүние бар. Ол сен іске қанша уақыт бөлдің, ол сонша уақыт алады деген заң. Осы заң қағидасында жұмыс жасалады. Мысалы, сен бір жылға мақсат қоятын болсаң, соған бір жылың кетеді. Немесе 90 күн деп белгілесең, ми оны 90 күнде жасауға тырысады. Сол үшін бір жылда жасайтын, созып жасап жүретін нәрсені 90 күнде жасауға болады. Жалпы алғанда осы 12 недель в году кітабын оқуға кеңес беремін. Ішінде көптеген пайдалы практикалық кеңестер бар. Енді анализ, аптамызды қалай қорытындылаймыз, оның жалпы қорытындыламас бұрын маңыздылығын түсініп алуымыз керек қой. Оның маңыздылығы біз үшін ең алдымен өзімізден өзіміз есеп аламыз. Абай хакім айтқандай, есті адамның қатарында болғың келсе, өзіңнен есеп алып отыр деп. Сол есеп барысында біз түсінеміз, жалпы сұрақ қоямыз өзімізге, ойланамыз, ақыл парасатымызды қосамыз. Мен кіммін, қайда бара жатырмын, соңғы ақырғы нүктем қай жер дегендей. Бұл нәрсе өз кезегінде біздің саналылығымызды арттырады. Әрбір әрекетіміз саналы жасалатын болады. Құр баклажка секілді судың ағысымен жүзіп кете бермейміз. Бәлкім өзіміздің жолымызды тауып, сол жолға саналы түрде жетуге көмектеседі. Және апталық анализдің маңыздылығы ол біз аптаға жоспар құрған кезде мақсатымызды, 90-дық мақсатымызды жіліктейміз, кішігірім бөлікпен жазамыз. Сол мақсатты жіліктеу бізге оған қол жеткізуге мүмкіндік береді. Яғни мақсатымызды қолжетімді етеді. Соның бір артықшылығы. Және жиі мақсатымызды анализ жасау, оған жиі ревизия жасау біздің нәтижемізді жақсартады. Себебі біз оны күнделікті апта сайын анализ жасаған кезде, мен мысалы Excel таблицам бар. Сол Excel таблицамда нәтижесін, аптаның нәтижесін жазып отырған кезде прогрессімді байқап, мен көбірек мотивация аламын ары қарай оны жалғастыруға. Сол жағынан өте пайдасы көп. Яғни дофамин бөлінеді, сен кішігірім жеңістеріңді байқаған кезде. Және тағы бір артықшылығы ол апталық жоспар құру біздің миымызды босатады. Егер біз барлығын басымызда сақтап жүретін болсақ, онда уақыт өте күйзеліске ұшырайтынымыз анық. Ондай жағдай болмас үшін міндетті түрде оны қағазға түсіріп, болмаса
электрондық құрылғыларға түсіріп миымызды барынша босатып жүру керек. Енді мен аптамды анализ қорытынды жасау үшін арнайы бір күн бөлем. Ол жексенбі күні. Жексенбі күні мен әдетте таңғы уақытта немесе үлгермей жатсам, кездесулер болатын болса, кешкі уақытта анализ жасаймын. Енді нақты анализ процесіне кіретін болсақ, менде Excel таблица бар. Бұл Excel таблицаны мен үстіңгі жағында осы 31-ші наурызға дейінгі мақсаттарым жазылған. Одан кейін бір апталық минимум нормасы бекітілген. Яғни мен бір аптада кемінде не жасауым керек? Сол норманы мен бекітемін. Осы 90-дық мақсаттарыма жетуге көмектесетін. Сосын мен KPI бағалаймын. Яғни баға беремін. Ең бірінші баға ол интуитивті баға. Яғни мен осы аптамды қаншалықты тиімді өткіздім, қаншалықты мақсаттарыма жақындай білдім, қаншалықты жоспарға сай өткіздім осы аптамды. Соған мен интуитивті түрде баға беремін. Өзім ішкі сезім бойынша 100 балдан бағалаймын. Одан кейін нақты KPI, яғни осы бір апталық минимум нормамды қанша пайызға орындадым. Соны таблицада есептеймін. Сосын екі бағаны қосып, ортаңғы бағасын шығарамын. Бұл ортақ баға шығарған бізге не береді? Келесі апталарда дәл осылай аптаның ортақ балын шығарған кезде саған ол мотивация болады. Сен өткен жолғы аптадан көбірек ұпай жинағың келеді. Бұл біздің жалпы психологияда бар нәрсе. Біз санмен көрген нәрсені жеңіл қабылдаймыз, және бізде сондай бір жарысу духы бар адамда, әсіресе ер адамдарда. Яғни өткен нәтижеден асып түсу деген секілді. Сол жағынан өте қызық әрі тиімді. Осы жолды қолданып көрсеңіздер болады, осындай таблица жасап. Қателеспесем, Дейл Карнегидің кітабында осыған қатысты мысал келтірген. Бір жұмысшылар екі сменда жұмыс жасайтын, екі ауысымда, күндіз және кешке. Олардың өнімділігін арттыру үшін мынандай бастығы ойлап тапқан екен да. Бірінші ауысым жұмыс жасағаннан кейін қанша зат өндіргенін жазып кетеді екен маркермен. Сосын екінші түнгі ауысым келген кезде оларға қарап, біз бұлардан асып түсеміз деп, одан сайын шабыттанып, осы жарысу духы қосылып, осындай шешімнің арқасында өнімділіктері артқан екен да. Тура осы схема бойынша бізде өзіміздің өткен аптадағы қорытындымызды қарап, одан асып түсуге ары қарай шабыт аламыз. Одан кейін мен аптамда қандай жетістіктерге қол жеткіздім, оны бір арнайы Excel таблицаға жазамын. Әдетте бір жылда мен 50-ден астам бір жылда жеткен жетістіктерімді тізіп жазып отырамын. Бірақ жылдың соңында қорытынды жасаған кезде сен оның енді есте қалмай қалады. Сол үшін апта сайынғы жетістіктерімді мен енгізіп отырамын бірден. Осыған дейін 3-4 жыл мен жасаған жетістіктерім бар. Ол жетістіктерді жазу бізге оқу арқылы өзіміздің сенімділігімізді арттыруға көмектеседі. Және тағы бір кеңес, телефонда сондай бір жетістік немесе бір яркий моменттерді, өміріңіздің жарқын сәттерін фотоға түсіріп отырсаңыз болады. Сосын Google фотодан кейін жетістіктеріңізді қарап саралаған кезде сол фотодағы естеліктер еске түсіруге көмектеседі. Содан кейін мен аптамды қорытындылау үшін сұрақтарға жауап беремін. Яғни мен енді осы сүрген аптамнан сабақ алуым керек қой. Ең алдымен мен не нәрсеге ризамын, өзім үшін қандай әрекеттерге ризамын. Яғни бұл жерде мен не нәрсені мен ойдағымнан да, ойлағаннан да асып түсіп жасадым, сол нәрсені жазамын. Содан кейін екінші сұрақ, бұған кері сұрақ, не нәрсеге керісінше риза емеспін. Не нәрсені мен жоспарлап едім, бірақ ол орындалмай қалды белгілі себептермен. Сосын келесі сұрақта осы себептерін жазам. Яғни не кедергі болды маған. Және осы аптадан түйген сабақтарымды жазам. Жоспарлаған істерімді орындауға не нәрсе кедергі болды. Бәлкім бір
приоритеттер өзгеріп кетті ма, қызығушылықтарым өзгеріп кетті ма, немесе бір сыртқы кедергілер болды ма, сонымен анықтап сабақ ретінде түйіп жазуым керек. Яғни енді екінші рет бұл қателікті жібермес үшін. Сосын мен тағы да хронометражды қолданамын телефонда, яғни әрбір іске жұмсаған уақытымды есептеп отырамын. Мысалы, қазір түсірілім, жарты сағат кетті, жүріп жатыр. Осы приложениеде апталық не бар, қорытынды бар. Яғни бір аптада сен не нәрсеге қанша уақыт жұмсадың. Сонда мен анализ жасаймын. Сосын есептеймін. Ұйқыға, тамаққа, проекттеріме мысалы қанша уақыт кетті. Және не нәрсені түзету керек. Соңында қорытындысын мен осы таблицаға енгіземін. Жалпы бұл таблицамен жұмыс жасау, өзіңді есепке алып отыру өте бізді шыңдайтын әрекет. Енді аптамды қорытындылап болғаннан кейін мен келесі аптаға жоспар құрамын. Ол жоспарды мен әдетте Google календарьға енгіземін. Және to-do list өзімнің тақтам бар. Холодильникке ілініп қойған. Сол жерге күнделікті мақсаттарымды жазып отырамын. Және келесі аптаға жоспар құрған кезде мен ең маңызды істерімді, жаңа айтып кеттім ғой, таблицадағы ең маңызды минимум жасалатын дүниелерді жоспарлаймын алдымен. Себебі ол мен үшін өте маңызды, приоритетті дүниелер. Оны мен бірінші кезекте жоспарлаймын. Оларға арнайы блок бөліп қоямын. Яғни олар мені 90-дық мақсаттарыма жақындататын ең негізгі істер. Одан кейін второстепенный дүниелерді жоспарлаймын. Мысалы, тренировка, кітап оқу деген секілді. Одан кейін тағы да одан кейін келесі приоритетте тұратын дүниелерді жоспарлаймын. Енді бұл жоспарға сай өмір сүру үшін ең негізгі дүние ол сенім. Сенің жоспарыңның шынайы екеніне сен өзің сену керексің. Егер өзің сенбейтін болсаң, мысалы бір күнге қойған жоспарыңа, оның орындалуы да екіталай. Әдетте біз мысалы тізіп жазып тастаймыз ғой істерді. Бірақ өзіміз іштей сенбей тұрамыз. Мынау қалай болады екен деген секілді. Сынып қалмайын ба, шаршап қалмайын ба деген секілді сенімсіздіктер туады да. Сол үшін біз қатты өзімізді қинамас үшін ең негізгі керек істерді жоспарлауымыз керек. Сол кезде сенімділігің де жоғары болады да. Енді осы апталық мақсаттарымызға берік болу үшін, оған қол жеткізу үшін бір көмекші құрал бар. Қазір өзім қолданамын соны. Ол өзіңе бір бадди, партнер тауып алу, сен секілді ойланатын, сен секілді осылай мақсат құратын бір досыңды тауып алып, сонымен бірге әр аптаның соңында кездесулер өткізу, онлайн немесе офлайн. Немесе мастермайнд группа ашуға да болады, 2-3 адамды жинап. Мастермайндта біз бір апта бойы жасаған дүниелерімізді осылай талқылаймыз. Сосын обратный связь, бұл жерде ең маңыздысы. Обратный связь, сенің партнерың сенің қателіктеріңді сырттай көре алады да, сол кезде саған айтады. Саған мынаны былай жасау керек, немесе мына әрекетіңді басқаша жасау керек, сол кезде тиімдірек боласың деген секілді. Бізге сол сыртқы ойды есту өте маңызды. Соны сосын біз жаңа аптаға жоспар ретінде жазамыз. Сосын келесі апта тағы да талқылаймыз. Бұл екінші жағынан бізге жауапкершілік алуға көмектеседі. Осы жоспарлаған істерімізге. Себебі сен досыңның алдында, партнеріңнің алдында бір ұятқа қалып қалмайын деген сезімде болып, сен бұл нәрсе әрекет етуге итермелейді. Мен енді бір рубрика енгізіп жатырмын. Осы видеоларым соңында тақырыпқа қатысты жиі қойылатын сұрақтарға блиц жауаптар беремін, тездет жауап беремін яғни. Мен ChatGPT-ден сұрадым, осы тақырыпқа қатысты ең жиі қойылатын 10 сұрақ деп. Қазір жауап беріп көрейін. Біріншісі ол аптаны жоспарлауға қанша уақыт бөлу керек. Жалпы мен өзім тәжірибемде максимум бір жарты сағаттай кетеді. Зато ол сенің жарты сағат анализ жасап жоспар құрғаның сенің болашақтағы 1, 2, 3 бірнеше жылдарыңды үнемдейді. Қатаң жоспар ұстану маңызды ма, әлде икемділік пе?
Мен осы басында айтып кеткендей маңызды істерге қатысты қатаң жоспар ұстануға тырысамын, ал басқа второстепенный задачаларға икемділік танытамын. Себебі кейде сен ойламаған жоспарлар шығып қалады, мысалы бала шағаңа қатысты деген секілді. Сол нәрселер сені икемділік танытуға итермелейді. Апталық талдауды қай күні жасау тиімді, жұма, сенбі немесе жексенбі дейді. Меніңше жексенбі күні ең дұрысы, аптаның соңы, қорытындысы, және келесі күнге сен зарядтанып тұрасың да, жоспар құрғаннан кейін. Себебі дүйсенбі жақын ғой. Жоспарға демалыс пен хоббиді қосу керек пе? Міндетті түрде. Ең алдымен негізі демалысты жоспарлауға кеңес беремін. Себебі ол да бір бізге андай асыға күтушілік сезімін сыйлайды да. Сен егер осы жоспарларды орындасаң, сені осында демалыс күтіп тұр деген секілді бір іштей приятный сезім болады. Жоспардың сәтті орындалғанын қалай анықтауға болады дейді. Мен осы сол үшін де таблицаны жүргіземін, есептеймін ғой. Мысалы интуитивно мен қанша балл беремін. Мысалы аптам 70 балл беретін болсам, және KPI бойынша қанша балл шығып тұр, соның ортасын шығарам ғой. Енді шамамен 70-80% егер орындалып одан асып жатса тіпті керемет, онда мен аптамды сәтті болды деп есептеймін. Одан 60-тан төмен болса, онда сәтсіз болды деп есептеймін. 100% орындалу енді ол мүмкін емес деп айтсам да болады. Себебі біз өмірде енді күтпеген нәрселер жиі болып тұрады. Орындамаған тапсырмалар үшін өзіңді кінәлі сезімден қалай құтылуға болады? Кінәлі сезім қажет емес, өмір жалғаса береді. Осы аптаң болмай қалса, басқа да апталарың бар. Бұл сені кінәлі сезінуге емес, керісінше өзіңді қайрап жігерлендіруге алып келсін. Апта ортасында жоспарды өзгертуге бола ма? Болады десем де болады. Жаңа айтқандай, өмірде күтпеген тосын сыйлар жиі болып тұрады ғой. Сол үшін оған да бейімделе білу қажет. Мақсатқа жетуге кедергі келтіретін ең жиі қателіктер қандай? Ең жиі жіберетін қателік ол мақсаттан мақсатқа ауыса беру, фокустың шашырап кетуі. Адам бір мақсат қояды, сосын шамалы энтузиазммен бастайды да, сәл сәтсіздіктер бола бастаған кезде мен қолымнан келмейді ғой деп басқасына ауысып кетеді. Сол нәрсе бізді мақсатқа жетуден тоқтатады. Керісінше бір нәрсені алып, сода тұрақты болып, соңына жеткізу керек. 5 минуттан аз уақыт алатын істерді жоспарға енгізу қажет пе? Қажет емес деп ойлаймын. Әрдайым өнімді болуға көмектесетін бір кеңес қандай? Әрдайым өнімді болу үшін меніңше фокуспен жұмыс жасап үйрену керек. Яғни сен жоспарлаған мысалы тізімің бар ғой, бір күндік. Сол нәрсеге кірісетін кезде телефоныңды, басқа да сыртқы алаңдататын факторларды ысырып тастап, фокуспен сол нәрсеге кіру керек. Мен мысалы таймермен жұмыс жасаймын, оны өткен видеода да айтқан болатынмын. Сол видеоны көрсеңіздер болады. Және келесі видеода көріскенше